Салт дәстүр сөйлейді кітабынан алынған үзінді. 40 күн тұзды суға шомылдыру салты. Періштелер Аюб пайғамбарды мақтап, оны үнемі үлгі етеді екен. Олардың әңгімесін естіп қалған ібіліс Тәңірдің дәргейіне барып, періштелер Аюб құлынды сабырлы, мықты тақуа адам деп мақтап жатыр. Ол 4 құбыласы түгел, жегені алдында, жемегені артында, бала шағасы дін аман, айналасына сыйлы, дәулеті шалқып тұрған уайымсыз адам. Егер оған шын қиындық туатын болса, басымен қайғы боп, сені еске алуға мұршасы болмас еді. Сенбесең, оны сынақ қалуға маған рұқсат бер дейді. Тәңірі рұқсат етеді. Ібіліс оның бар малын бір қыста жұтқа ұшыратады. Аюб бір күнде кедейленіп, таяқ ұстап қалады. Артынша бала шағасына қаза жетеді. Ағайынмен арасында араз әңгімелер өршиді. Бірақ Аюб сонда да сыр бермей, құлшылық тағатын үзбейді. Айла шарғысы таусылған ібіліс оның денсаулығына ауыз салады. Артынша оның денесі жидіп, шіри бастайды. Бүкіл тәнін құрттар қаптайды. Аюб өлі мен тірінің арасындағы өлімше халға түседі. Сонда да тілі мен жүрегі Тәңірге зікір айтып тұра береді. Ібіліс оның иманын ұрла алмай, ақыры жеңіледі. Хақ тағала құлының төзімі мен сабырына риза болып, жерден шипалы бұлақ шығарады. Аюб Құдайдың әмірімен сол суға 40 күн шомылып, әбден ширап, тәні сауығып, аман қалады. Осыдан бастап өлі мен тірінің арасында жатқан адамды 40 күн шомылдыратын дәстүр қазақ арасында пайда болыпты. Ата-анасы жаңа туған нәрестесін ширату үшін 40 күн тұзды суға шомылдырады. Ондағы мақсат бала болашақта Аюбтай сабырлы, төзімді боп өссін. Өмір жолында кездесетін барлық қиындықтарға мойымайтын мықты тұлға болсын деп ырымдағаны. Салт дәстүр сөйлейді үзінді. Баланы қырқынан шығару дәстүрі. Қазақ салтында нәрестені қырқынан шығару кезінде оның тырнағы мен шашын алады. Бұл ғұрыпты көбіне әділдігімен аты шыққан, көркем мінез құлықты кісіге жасатады. Мұсылмандар ібілістің адам тәнінде дәрет сындыратын жері тырнақ асты деп сенеді. Адамның тырнағы алынбай, асты кірге толса, ібіліс сондай лас жерді аңдып жүреді екен. Қазақта ұсақ түйек өсек сөздерді жинап теріп жүретін адамдарды тырнақ астынан кір істейді деп сипаттау осыдан қалыпты. Адам өліп, мәйіті көрге қойылған соң, қабір азабы оның тырнағының астынан басталады. Сондықтан мұсылман жұрты тырнақты өсірмей, уақытылы алып отыруға үлкен мән берген. Тырнақты таза ұстау имандылықтың белгісі ретінде саналады. Бөпенің шашын алатын себебі, ібіліс бей-берекет шашылып жатқан шаш қылынан тон тоқып киеді екен. Мұсылмандық бір аңызда Әзіреті Әли ібілісті ұстап алады. Ібіліс үстіне жылы тон киіп алыпты. Әзіреті Әли: «Ей малғұн, үстіндегі тонды қайдан алдың?» дейді. Ібіліс: «Адамдар шаштарым алдырған соң далаға тастай салады. Мен соларды жинап, теріп, өзіме тон тоқып киемін. Ондай адамдарға менің үстемдік етуім оңай болады. Олар хақтың жолында әлсіз келеді» депті. Осыған орай қазақ арасында нәрестенің бірінші алынған шашын сақтап қойып, өскесін өзіне тұмар етіп тағатын ғұрып шыққан. Сенім бойынша
Ібіліс ол балаға әсер ете алмайды. Діңкесі құриды екен. Қазақ арасында шашты далаға бей-берекет тастама керек деген түсінік кең тараған. Әйел адамдардың да тарақтан түскен шаштарын жинап, жерге көміп, не болмаса өртейтіні осыдан шықса керек. Шашы өскеннің елі кәпір, тырнағы өскеннің өзі кәпір деген тәмсіл сөз осыған орай айтылыпты. Салт дәстүр сөйлейді, шілдехана салты. Дәуіт пайғамбар 30 ұлынан айырылып, қайғыдан қан жұтады. Құдай тағала оны жұбату үшін Сүлейменді береді. Дәуіт қайтадан ес жиып, өзіне өзі келген соң жалғыз ұлының тілеуін тілейді. Сүлеймен дүниеге келгеннен кейін 40 күн өткенде Жебірейіл періште келіп, Дәуіт Тәңірі өзінің Раббы деген сипатымен Сүлейменнің рухын 40 күн бойы құддыс киелі әлемде әбден ширатып тәрбиеледі. Енді 40 күн өтті. Құдай қаласа, осы ұлын сенің ізіңді басатын ұлық пайғамбар болады. Ұлының қуанышына қауымынды шақырып, той жаса, дейді пайғамбар. Ләббәй деп құлдық ұрады. Ел жұртын жинап, той жасап, сарайын шаттық думанға бөлейді. Осыдан кейін ата-аналар жаңа туған баланың құрметіне 40 күннен кейін той жасап, біздің де баламыз Сүлеймендей болсын, бөбегіміздің рухы кемелденіп ширасын деп ырымдайтын болыпты. Шілдехана салты содан қалған екен. Салт дәстүр сөйлейді кітабы. Азан шақырып ат қою. Құран кәрімде Тәңірі тағала адамды топырақтан жаратып, барлық мақлұққа орынбасарын тамашалауды бұйырды деп жазады. Періштелер жиналып, адамды айналып, қарап көріпті. Сол кезде Ібіліс лып етіп адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзаларын, қан тамырын аралап, қайта шығыпты. Сосын періштелерге, бұл мақлұқ ұлық Тәңірге орынбасар болуға лайық емес, дейді. Неге? Деп сұрайды періштелер. Себебі, бұның тәні ас-ауқатқа, ұйқыға, қызықтық рахатқа тәуелді. Тез шаршап, тез қартаяды. Суыққа тоңғақ, ыстыққа қаталағыш. Қарны ашып ұйқы қысқанда жыртқышқа айналады. Одан бөлек, көңілі атақ, даңқ, мансап, билікке тез мас болады екен. Жылтыраққа көрсе қызар, дүние мүлікке тойымсыз, әйелге шыдамсыз. Құмарлығын қандыру үшін күнә жасап, қылмысқа тез ұрынады. Шектен шыққанда қан төгіп соғыс ашады. Мұның бізден артық жерін байқамадым. Тек түсініксіз бір нәрсе бар, дейді Ібіліс. Періштелер, ол не? Деп сұрайды Ібіліс. Кеудесінің сол жақ тұсында жұдырықтай жүрегі бар. Сол жүрекке кіре алмадым. Ішінде не бары белгісіз. Құпиясын бір Алла өзі біледі, дейді. Періштелер, адамның құлағы, көзі, мұрны бар екен. Осы сезім мүшелері арқылы Құдайдың хикметтерін танып білсе керек, дейді. Ібіліс алақанымен адамның құлағын сипайды да, мұның құлағын хаққа керең қылдым. Енді құлағымен дүниенің ғана сөзін еститін болады. Өсек аян, бос сөзге құлағы түрік жүреді. Жын пері, періштенің сөздерін ести алмайды, дейді. Сосын алақанымен екі көзін бір сипап өтеді де, енді екі көзі ақиқатқа соқыр болды. Көзімен дүние тіршілігін ғана барлай алады. Тәңірдің сырға толы хикметтерін бас көзімен көруге дәрменсіз еттім. Ақиқатты бас көзімен іздейтін болса, міндетті түрде адасады.
күнәға белшеден батады дейді. Сосын алақанымен аузын бір сипап, аузы Құдайға жақпайтын сөздер айтуға бейім болады. Мағынасыз бос сөзге құмар болады. Бісмілдә демесе, жеген асы арам болар. Мен мұның 5 сезім мүшесін жаратқанның хикметтерін танудан аулақ еттім деп мақтанады. Сосын сол жақ кеудесін жұдырығымен соғып, мына жүректі, көңіл көзін бір жола бітеп тастауға айлам жетпеді. Адам баласы түптің түбінде ақиқатты осы жүрек көзімен тауып кетуі мүмкін. Көңіліне надандық пердесін жауып, ақылдың бойын қашық етсем, мал дүниеге малданып, біраз алдануы мүмкін. Түпті жүрегінде көзі бар екенін ұмытып та қалады. Бірақ Құдайдың оған оң назары түсіп, мейірім шапағат етер болса, надандықтан бет бұрып, хақтың жолына түсері сөзсіз депті. Содан бастап адам ұрпағының құлағы Тәңірдің хикметіне керен, көзі соқыр, аузы бейпіл сөзге үйір болыпты. Бір құлақтан кірген сөз екінші құлақтан шығып кетеді екен. Мұны қазақта ақпақ құлақ деп атайды. Іблістің қастық әрекетінен Тәңірі тағала Жебірейілге бұйырып, адамның оң құлағына азан шақырып, азан арқылы жан сарайына мағыналы тіршілік дарысын. Мәнді сөздер сол құлағынан шығып кетпеу үшін оны тәкбір айтып біте. Менің ұлық есімдеріммен сайтан салған әсерді жой дейді. Осыдан бастап дүниеге келген балаға ат қойып, азан шақыру мұсылман әлеміне сүндет болып қалыпты. Қазақ арасында да осы дәстүр кеңінен таралған. Төменде азан шақырған кезде айтылатын тілек жыр берілген. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Тәңірі тағалам бәрін сақтар. Тәңірім дәулет берді, ғаламға әулет келді. Дүниеге адам келді, қарыштар қадам келді. Азан айтып атын қоям, Тәңір берген затын қоям. Ұл екен, бір Тәңірге құл екен. Ел қамын жер ер болсын, талабы теңіз сел болсын.